Әбдеш Іңкәрбекұлы. Ана бейнесін аңсау. Биыл 63 жасқа толдым. Жасым ұлғайғанымен, жүрегімнің бір түпкірінде бала күнімнен бірге келе жатқан бейнесіз, белгісіз, тіпті ешкімге айта алмайтын бір сезімнің менімен қатар өмір сүргеніне жарты ғасырдан астам уақыт өткен екен. Кімді іздеп жүргенімді өзімді білмеймін. Бірақ жан дүнием бір бейнені өмір бойы аңсаумен келді. 2 жасқа жетер-жетпес кезімде анамды шешек деген дерт алып кетіпті. Ол кезде ес білмейтін сәби болғандықтан анамның жүзінде, үнінде, құшағында жадымда сақтап үлгермеппін. Менің анаға деген сезімім естеліктен емес, жүректің терең түпкірінде үнсіз қалыптасқандай. Балалық шағымда өзге балалардың апа деп еркелеп жүгіргенін көрген сайын, көңілімде түсіндіре алмайтын бір толқу пайда болатын. Тағдыр мені өгей ананың қарауына қалдырды. Ол кісінің өз өмірі, өз жауапкершілігі болды. Қолынан келгенінше қарайласып, үй шаруасын реттеп, бәрімізге бірдей қарауға тырысса да, мейірімінде бірдеңе жетіспей тұрғандай сезілетін. Мен есейіп, ер жетіп үлгермей-ақ, әкем де қайтыс болды. Өгей анам да жаңа өмірін бастап, басқа шаңыраққа кетіп қалды. Ол кісінің қамқорлығын жоққа шығармайым, алайда жан дүнием өзгеше бір бейнесіз, белгісіз жылылықты іздеумен болатын. Сол іздеу кейде жүрек түбіндегі мұңға айналып кететін. Ол кезде оның мәнін ұға алмадым. Уақыт өте келе сол сезімнің ана мейіріміне деген іштей аңсау екенін аңғара бастадым. Құрдасым Мұқатайдың анасына қарап отырып, өз анамның бейнесін қиялымда құрастыратынмын. Кей күндері достарыммен бірге үйлеріне ойнай барып, шай ішіп отырған кезде, олардың анасының дастархандағы нан мен сары майды баласының алдына ысыра бергенін көрген сәттерде көз алмай ұзақ қарап қалатынмын. Ішімнен менің анам да осындай болар ма еді деп ойлайтынмын. Бірақ қанша тырыссам да қиялымда ана бейнесі айқындала қоймайтын. Кейін ата-анасыз жалғыз қалған мені әкемнің інісі, кіші әкем Сарынбектің ұлы Көбен ағам өз қолына алды. Сол шаңырақта ер жеттім. Ағам өте мейірімді жан еді. Бір рет болса да дауыс көтеріп ұрыспаған, бауырына басып қолынан келгенше қамқор болуға тырысатын. Аш-жалаңаш қалған жоқпын, қамқорлықтан да кенде болмадым. Дегенмен жан дүнием бәрібір сол бір белгісіз бейнені күтетін. Жылдар өте берді, өмір өз арнасымен ағып жатты. Қуаныш та болды, сынақ та кездесті, өз балаларым да өмірге келді. Жүрегімнің тереңінде қалып қойған бос кеңістік толғандай болса да, кейде жалғыз қалған сәттерде сол белгісіз бейнеге деген сағыныш қайта оянатын. Кейде қызым, әжеміз түсіңізге кіреме деп сұрайтын. Ондай сұрақты естігенде не деп жауап берерімді білмей үнсіз қалатынмын. Себебі анам бір ретте түсіме кірген емес. Кейде іштей анамды түсімде болса да көрсем ғой деп армандайтынмын. Бірақ қиялымда бейнесі айқындалмай кеткен. Анам түсіме кірген күннің өзінде де оны танымаған болармын. Ана мейірімінің бағасын, ана алақанның жылуының орнын ешбір дүние толтыра алмайтыннан анасыз өскен жүрек қана жанымен ұғады екен. Өмір бойы сол сезім мені жетелеп, жүрегіме мейірімнің қадірін ұғындырды. Сондықтан жанында анасы бар әрбір перзент сол бақытының қадірін біліп жүрсе екен деймін. Мені өмірге әкелген анаммен бірге тағдыр жолында маған аналық мейірім сыйлаған аналарымның жаны жәннатта болсын деп әр намазымда дұға етем. Бұл жазбамды маған өмір сыйлаған марқұм анам Нұрпейіс қызы Несіп балаға арнаймын. Өмір сыйы кітабынан алынды. Періште қайғаланда пейішке барасың ба? Адам көп айналамда, анам жоқ арасында.
өмірде көп амал бар, өлімнің жоқ амалы. Анасы жоқ адамдар Құдайдың балалары. Ай, айналып бақ сөгіндей болады елес пайда. Анамның ақ сүтіндей зәм-зәм су жоқ ешқайда. Ақ нұрға боянарсың, жүрегім мәңгі сәби. Жұмақта оянарсың, анашым әлди-әлди.